Lazerный имплантация дегенimiz бұл не? Бізде елі тренд болған жоқ, бірақ аз сол хақында түсіндіріп беремін сіздерге. Бұл бізге көп сондай сұраулар келіп түседі. Лазерный имплантация бар ма деп. Бұл лазерный имплантация медицина, стоматологияда лазер бар, но имплантацияда істеген бұл қате. Неге? Себебі бұл лазер арқалы сүйердегі сосудларды күйдіреді. Күйген сосудтың бір-біріне бірігуі қиынырақ болады. А егер сіз соны тура разрез қылып кесіп тіксеңіз, біту жарияны 3 күн, 5 күннің ішінде бітеді. Соның үшін бұл менің өзім көз қарасым бойынша бұл маркетинг болып есептелінеді. Маркетингге түсіп алданып қалма. Егер сізге сыпатлы имплант хақында консультация керек болса, біздің комментарияға тіс белгісін қалдырыңыз.